Екінші дәріс. Фотоаппараттың түрлері және құрылысы. Фотоаппарат жайлы айта кететін болсақ, фотоаппарат әлемді суретке түсіруге және естеліктерді сақтауға мүмкіндік беретін керемет құрылғы. Бүгінгі таңда олардың көптеген түрлері бар. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен қолданылу аясы бар. Бұл презентацияда біз фотоаппараттардың негізгі түрлерін, олардың құрылымдық бөліктерін және фотосурет әлеміндегі маңызын қарастыратын боламыз. Цифрлы фотоаппараттардың түрлеріне тоқталатын болсақ, олар SLR, mirrorless және компакт. DSLR цифрлық бір объективтік рефлекстік. Жоғары сапалы кескіндер, ауыстырылатын объективтер және толық қолмен басқару мүмкіндігі бар. Кәсіби фотографтар әуесқойлар арасында кең таралған. Ал ендеше айнасыз, яғни mirrorless, SLR-ға ұқсас сапалы кескіндерді ұсынады. Бірақ айна механизмі жоқ, болғандықтан ықшамдырақ және жеңілірек. Бұл оларды саяхатқа және күнделікті қолданысқа ыңғайлы етеді. Келесі ол компакт. Ықшам, қарапайым және портативті пайдалануға оңай, әдетте кіріктірілген объективтері бар және күнделікті суретке түсіру үшін өте қолайлы. Аналогтық фотоаппараттардың тарихы мен ерекшеліктері жайлы. Аналогтық фотоаппараттар, соның ішінде пленкалық камералар, цифрлық технология дәуіріне дейін фотосурет өнерінің негізі болады. Олар суретті пленкаға түсіру арқылы жұмыс істейді. Бұл ерекше винтаждық әсер береді. Пленкалық фотоаппараттар кескінді пленкаға жазу үшін химиялық процестерді пайдаланады. Ал ерекшеліктері түс берудің бірегейлігі, тереңдік және өңдеудегі шығармашылық бостандық. Әр кадрдың маңыздылығы жоғары, себебі пленка шектеулі. Қолданылуына келетін болсақ, көркем фотосуреттер, ретро стиліндегі кескіндерді жасау және фотографтардың өзіндік стилін көрсету үшін қолданылады. Енді фотоаппараттың негізгі құрылымдық бөліктері жайлы айтатын болсақ, объектив, жарықты жинап, камера сенсорына немесе пленкаға бағыттайтын линзалар жүйесі. Фотосуреттің фокусы мен айқындылығын анықтайды. Сенсор, яғни пленка, жарықты қабылдап, оны цифрлық сигналға, цифрлық камерадан немесе химиялық кескінге түрлендіреді. Кескін сапасы мен ажыратымдылығына әсер етеді. Затвор, шаттер, сенсорға немесе пленкаға түсетін жарық мөлшерін және экспозиция уақытын реттейтін механизм. Видеоискатель, фотографқа кадрды құрастыруға және суретке түсірер алдында объектіні көтеруге мүмкіндік беретін оптикалық немесе электрондық құрал. Объективтердің түрлері және олардың маңызы. Объективтер фотосуреттің сапасы мен стилінде шешуші рөл атқарады. Әртүрлі объективтер әртүрлі мақсаттарға арналған. Кең бұрышты объективтер, телеобъективтер және макрообъективтер. Кең бұрышты объективтер бұл кең пейзаждарды, архитектураны және топтық суреттерді түсіруге өте қолайлы. Олар үлкен көру өрісін қамтамасыз етеді. Телеобъективтер қашықтықтағы нысандарды, мысалы жабайы табиғатты немесе спорттық іс-шараларды жақыннан түсіру үшін қолданылады. Фонды бұлдыратуға көмектеседі. Макрообъективтер ұсақ нысандарды, мысалы гүлдерді, жәндіктерді немесе зергерлік бұйымдарды үлкейтілген түрде түсіруге мүмкіндік береді. Әрқайсының өзіндік бір жұмысы бар. Қорытындылай келе, дұрыс фотоаппаратты таңдау сіздің қажеттіліктеріңізге, бюджетіңізге және фотосурет стиліңізге байланысты. Әртүрлі камералар мен объективтерді зерттеп, тәжірибе жасау арқылы сіз өзіңізге қолайлы нұсқаны таба аласыз. Қазіргі трендтер ол жасанды интеллектінің интеграциясы, бейне жазу мүмкіндіктерінің кеңеюі, мобильді фотографияның өсуі, жақсартылған тұрақтандыру жүйелері. Фотографияның болашағы жаңашылдықтарға толы және әрбір